Биыл КМДБ пәтуа бөлімінің және түркі мемлекеттер муфтилер кеңесінің шешімімен Рамазан айы 19 ақпанда басталатын болып белгіленді. Және биыл Рамазан айы 29 күн, 20 наурыз айт күні болып есептеледі. Және наурыздың 16-тан 17-сіне қараған түні қадір түні. Биылғы пітір садақа мөлшері 2 келі ұнның орташа бағасы республика бойынша мен есептеліп 735 теңгені құрайды. Рамазан айында облысымызда жылдағыдай 18 ақпаннан бастап тарауых намаздары өтіледі. Кешкісінгі уақытта мешіттердің барлығында және қайырымдылық шаралары биыл 35 мың отбасыға қайырымдылық беру жоспарланып отыр. Сондай-ақ ел үлесі пәтерге жобасы бойынша бір мұқтаж отбасыға зекет қоры атынан үй беріледі. Бұдан бөлек отбасы құндылықтарын насихаттайтын семинарлар, сондай-ақ күнделікті тарауых намаздарына келген жамағатқа 30 күнге 30 уағыз атты уағыз насихат шаралары бар. Бұл уағыз насихаттар көбіне биылғы жыл муфтияттың жариялауымен ислам және адал қоғам жылы болып табылатындықтан, осы адалдыққа, қоғамда ауызбіршілікке, бірлікке, ынтымаққа үгіттейтін тақырыптарда болады.